Оңтүстік Кореяда Upbit деген топ биржа бар. Кореяның қаржылық разведкасы FSC органдарымен Upbit биржасының 600 мыңнан аса заң бұзушылықты тапты. Бұл қандай заң бұзушылықтар? Әртүрлі крипто биржаға адам ең басында тіркелген кезде верификация, QIC верификациясын өтеді. QIC верификация деген өзінің документтарын сканерлеп өткізу. Ал осы жерде Upbit биржасында 600 мың қате верификациялар болған. Осы себептер бойынша әртүрлі істер қозғалып жатыр. Крипто биржасының келесі лицензиясын алуына кедергі келуі мүмкін. Және әр заң бұзушылыққа штраф салынғалы жатыр. Бір штрафтың құны 100 миллион вон болғалы жатыр. Қазіргі доллармен есептеген кезде $71,500. Осындай шығындар болғалы жатыр. Ал достар, осындай қаржы саласындағы, крипто саласындағы